Қазақстанда орыс тілді балабақшалар жабыла ма? Оқу ағарту министрлігі жауап берді. Ғани Бейсенбаев 6 маусымда барлық мемлекеттік балабақшаларды қазақшаландыру туралы пікір білдірді. Бұл туралы Стан Кезет ақпараттық агенттігі хабарлайды. Оқу ағарту министрлігінің айтуынша, бүгінде мемлекеттік балабақшалардың көпшілігі қазақ тілінде. Біз қазір талдау жүргізіп жатырмыз. Бұдан әрі егжей-тегжейлі ақпаратты береміз. Бірақ орыс тілді балабақшаларды жабу мәселесі ешқашан болмайды. Біз тек мемлекеттік тілді оқытуды күшейтеміз деп атап өтті Ғани Бейсенбаев. Оның мәлімдемесінше, бүгінде 11 мыңнан астам балабақшалар бар. Олардың жартысы мемлекеттік балабақшалар. Біз қазақ тілін оқытатын балабақшалардың қажеттілігі мен сұранысын көріп отырмыз. Сондықтан да бүкіл мемлекеттік балабақшаларда мемлекеттік тілді жүргізу мәселесін толыққанды іске асыруға болады деп есептейміз. Мемлекеттік тілде ұйымдастыруда мәселелер болмайды. Тәрбиешілер де, сұраныс та бар. Бұл мемлекеттік тілде балабақша ашудың табиғи жолы, деді Бейсенбаев.